және әлеуметтік желіміздің көрермендері. Бүгін сиқырлы поэзия айдарында сіздердің назарларыңызға Алаш сыйлығының иегері ақын Сұлтан Қалиұлының «Менің елім» атты кітабын ұсынғым келіп отыр. Бұл кітап жалпы ақынның өлең жаңылтпаштарымен, жұмбақтарымен және де сансыз поэмалармен толықтырылған, оның ішінде «Алдар мен шайтан» және де «Сауық» поэмасы бар. Бұл кітап жалпы 10 жасар баладан бастап ұлағатты ұстаздарға арналған. Соның ішінде сіздерге бүгін Талғат Бигелдинов туралы «Құрметті есім» атты өлеңін оқып бергім келіп отыр. Көршіге біз жиналдық, шілдехана тойлап, ат таба алмай қиналдық, бөпесіне қоюға. Қолқа салды бір ағай, атады ел сан есімді, қала берді ұнамай, көпшілікке ешбір. Аттарды айтып кейінге, даурығысып кетті әркім, айтқым келіп меніңге, Талғат болсын деп қалдық. Батыр Талғат атаны Алматыда көргемді, ата ғой зор атағы, көз алдыма келгенді. Талай ерлігін оқығанмын кітаптан, құзғын жаудың небірін аспандатып құлатқан. Сескенбеген ол мүлдем, жібермеген намысын, сансыз рет бомбамен талқан еткен жау күшін. Мейірімді кескін жүз, жайма шуақ мінезі, кеудесінде қош жұлдыз, екі батыр бір өзі. Атын алған атаның Мұсабаев ғарышкер, алған батыр атағын, ол да аға намыскер. Іліп алып сөзімді, дұрыс деді ел енді, аспанға атып өзімді, дуылдаса жөнелді. Сон ағай бөпені бесігінен алды да, отырсын деп екеуі берді менің алдыма. Фотоаппарат сырт етті, түсіп қалдық суретке, есімді айтып құрметті, бөлендім мен құрметке.